сәлеметсіз бе құрметті оқырман, бүгін біз теңдеу тақырыбын боламыз және теңдеу тақырыбына есептер шығаруды үйренетін боламыз. Бүгінгі өтетін сабақ қарапайым теңдеулерге есептер шығару. Жалпы теңдеуде бір айнымалысы бар өрнектерді түрлендіретін боламыз. Ол деген сөз ax плюс b тең 0. Бұл әріп түрінде жазылуы, ал біз осы а және б коэффициенттеріне сандарды қойып түрлендіріп шығарайық. Мәселен, 2х қосылған 4 тең 0. Бұл деген сөз 2х тең, мұндағы плюс 4 таңбасы керісінше 0-ге азайтылады. 0 азайтылған минус 4. 2х тең 0-ден 4-ті азайтуға болмайды, сондықтан біз 6-шы сыныптан, яғни 5-інші сыныпта біз теріс сандар тақырыбын өтетін боламыз. Кіші саннан үлкен санды айтатын болсақ, минус 4-тің өзі шығады. Сан мен әріптің ортасында көбейту таңбасы болады. Бұл көбейту таңба кері бетке, яғни теңдіктің екінші бетіне өтетін болса, бөлу болып ауысады. Демек, минус 4-ті 2-ге бөлетін болсақ, жауабы минус 2. Неге минус 2? Өйткені үлкен санның таңбасы қойылады. Бұл бірінші мысал. Екінші мысал. X қосылған 5 тең 8 болуы мүмкін. Бұл деген сөз x тең болады. 8 мұндағы қосу 5-іміз біздің теңдіктің екінші бетіне азайту 5 болып ауысады. Сонда x тең 3-ке. Бұл ең қарапайым теңдеудің шешімі. Демек, бұны тексеріп алатын болсақ, 3 қосылған 5 тең 8-ге тең. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай әрі жеңіл. Кішкене күрделендіретін болсақ, бұл тақырыпта санды алдына қояйық. 5 азайтылған x болсын тең 2. Мұнда x-тің өзі жазылады, ал 5 деген сан таңбасымен алдына қарай теңдіктің екінші бетіне қарай өтетін болады. 5 азайтылған 2, x тең 3. Ал енді біз осы x-іміздің 3 шыққан нәтижесін тексеріп алайық. 5-тен азайтатын болсақ 3-ті тең 2-ге. Мұндағы 3 деген санды біз x-ның орнына апарып қойдық. Өйткені бізде x-тің мәні 3-ке тең болып тұр. Демек, есебіміз дұрыс екен. Олай болса, тағы да бір есеп шығарып көрейік. Бұл жерде 2х қосылған 3 тең 9 болсын. Енді 2х тең 9-ның өзі жазылады. Плюс 3-іміз біздің минус 3-ке өткенде 2х тең 9-дан 3-ті азайтатын болсақ 6. Біз білеміз, 2 мен x-тің ортасында, яғни сан мен әріптің ортасында көбейту таңбасы болатын. Ол көбейту таңбасы теңдіктің екінші бетіне бөлу болып ауысады. 6 бөлінген 2, x тең 3. Ал енді тексеріп көрейік. Тексеретін болсақ, 2 көбейтілген 3 қосылған 3 тең. Бізде міндетті түрде бірінші көбейту орындалады. 6, 6-ға 3-ті қосатын болсақ, 9 нәтижесі қанағаттанарлықтай. Демек, теңдеу дегеніміз берілген өрнекте айнымалысы бар, яғни тәуелсіз айнымалы. Осы белгісіз мүшені біз табу керек боламыз. Сол мақсатта қосу, азайту, бөлу таңбаларын тиянақты шығарып үйренуіміз керек. Демек, үйге тапсырма комментарияға жазып қалдыруларыңызға болады. Кішкене оңайырақ берейін. 3 есеп, 2 қосылған 3х тең 3 болсын. Ал осы есепті шығарып келіңіздер. Тағы да бір есеп берейін. 5х азайтылған 6 тең
21 дейік. 21. Қазір мұнда кішкене дұрыстап жүрейін. Тең 21. Ал осы екі есепті шығарып комментарийға жазыңыздар. Белсендірек болыңыздар оқырман. Келесі сабақта көріскенше.